Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Сіздермен мен тағы Айна. Жалпы бүгінгі тақырып өзгелердің тағдырын сөз қылудың кесірі деп аталады. Бисмилла деп, енді өмірде қаншама адамдармен араласа жүріп, жалпы тағдырларды, әрбір адамның тағдыры әртүрлі ғой. Соларды құрта жүріп, жалпы зерделеп жүріп, және де қаншама оқымыстылардан, ойшылдардан үйренгенім, біреудің тағдырын сөз қылмаңыз дейді. Тіпті хадис бар екен, егер сіз біреудің тағдырын сөз қылатын болсаңыз, сіз ол тағдырды басыңыздан өткермейінше өмірден өтпейсіз деп. Алла сақтасын. Сондықтан біреудің жамандығын, қателігін, кемшілігін ешқашан сөз қылмайық. Біз енді сондай халықпыз, нәпсімізді тәрбиелеп өте жақсы үнемі еске алып отырмасақ, тілімізде сүйегі жоқ, 5 метр айта береміз ғой. Біз тіпті айтпаған адам жоқ шындығына келген кезде. Менің өзімде кезінде айтқам, отыра қап, жаңағы өзіміздікі білінбейді ғой. Біреуді айтқанда өзіміз ғана жақсы болып, өзгені біраға барып тастаймыз, ол шындық. Әсіресе әйелдер қауымы сондайға жақынбыз. Алла сақтасын. Мен осы хадисті естігеннен кейін өте сақтанып жүруге тырысам. 100% деп айтпаймын, кейде болып қалады, енді Алла өзі кешірсін. Айтпауға, сөз қылмауға тырысам. Сіздерге де кеңес берем, сөз қылмаңыздар. Жалпы біз отырып аламыз да, вау деп нетпейміз. Біреудің жетістігі болса, сөйтіпті деп айтсақ, мысалы, соны бір әдемі машина алыпты, бір әдемі үйлі болыпты десек, біздің бір ішімізде қызғанышымыз ойлап кетеді. Адамдардың жалпысы нәпсісі. Керісінше қуанып, молодец, қайырлы болсын, құтты болсын десек, біздің иығымызда періште бір ғой. Саған да болсын деп айтады екен. Ал біз біреудің жамандығын терген кезде Алла сақтасын, ол да солай айтылады дейді. Сонда ойлаңызшы. Тіпті бір мұсылман бауырыңызды жамандаған кезде дейді, сіз өзіңіздің бауырыңыздың етін жегенмен тең дейді. Алла өзі сақтасын, неткен жаман жеркенішті десеңізші. Осыны біле тұрып жасаймыз кейде біз. Осыларды вообще қою керек. Шындығына келгенде ешкіммен алысуға болмайды. Ешкім идеал емес. Мен де мысалы тап-тазамын деп айтпаймын. Сондықтан қазіргі қоғам тіпті энергетиканың заманы, ақпараттың заманы. Баяғыда бір ақпарат бізге 2 жылдан кейін, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін жетіп жететін болса, қазір 2 секундтан кейін жетіп жетеді. Бұл ақпараттың, космостық ақпараттың заманында өте тілге ие болу керек. Болашақ ұрпағымыздың, өзіміздің жалпы мықты жақсы өмір сүргіміз келетін болса, 10 бәленің 9-ы тілден деп ойшылдар баяғыда айтып кеткен. Жалпы біздің қазақ деген халық өзі өте керемет қасиетті халық қой, сөзіміз бағаламаймыз. Қазақ бірақ сөзбен айтқан. Сөзге тоқтаған халықпыз. Сондықтан сөзімізге ие болайық, ойымызға ие болайық, ойымызды жақсы ойлар ойлайық, жақсы сөз сөйлейік. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Тіпті кейде бір сөздің өзі шөлдегенге ем болып жатады. Біреу болмаса біреуге пайдам тиіп, біреу болмаса біреу осыдан ғибрат алып жатса, оған мен қуанар едім. Біз көптеген қателіктерді, көптеген кемшіліктерді жіберіп, қаншама уақытымызды бостан босқа сарп еткізіп, қаншама өзек біреудің минусын теріп отырып, болашақтағы біздің бақытты өміріміздің алдына
тосқауыл қойып алады екенбіз. Біреудің болмай қалған тағдырын сөз қыламыз да, ол тағдырды өзімізге тартамыз. Қазақтағы не деген? Сынықтан басқаның бәрі жұғады деген. Ендеше ылғи да біреудің жамандығын, біреудің болмай қалған жерін сөз қыла берсеңіз, ол сізге міндетті түрде жұғады. Алланың сөзі рас деп Абайда айтты ғой. Бекер айтқан жоқ қой ол кісілер. Сондықтан әрбір сөзімізге, тілімізге, көзімізге абай болайық. Біз көзімізді тыйған кезде, тілімізді тыйған кезде, жақсы сөз сөйлеген кезде айналамыздың бәрі жақсы болады. Жақсылықты көргіміз келетін болса, әлбетте жақсылықты көреміз. Адам нені іздейді, соны табады. Жамандығын көргіміз келсе, оны да табамыз. Сондықтан әрқашан адамдардың жақсылығын көруге тырысайық. Жақсылығынан үйренейік, жақсылығы жұғысты болсын дейік. Білмей жатсақ сұрайық. Сондықтан Аллахым әрбір пендесін сынағынан сақтасын, зинадан сақтасын, көзбен тіпті оймен болатын жаман ойлардан сақтасын, жамандығынан сақтасын, кесір кесапатынан сақтасын. Жалпы жақсы өмір сүргіміз келетін болса, әрине жақсы өмір сүргіміз келеді бәріміздің де. Сен не айтып отырсың дейсіз ғой. Сондықтан бұның бірден бір кілті, бірден бір жолы өзгені сөз қылмау, өзгенің тағдырына араласпау, өзгенің болмайтын батпағын күйесін әкеп өзімізге жақпау. Бір әппақ киімге әппақ бұрындар ағызу деп айтатын материал болады. Соған қарамен жазып тастап жусаңыз, бәрібір сода бір тақ қалады. Тура сол сияқты. Өзіңізге де жақсы болмайды, ол адамға да жақсы болмайды. Біреуді жақсы деп айтқан қандай, жаман деп айтқан қандай. Біреудің сыртынан айтқан ғайбат өсегіміз естіген адамға да жаман, өзімізге де жаман. Аллам барлығымызды айтқан ғайбаттарымыздан, өсек аяңымыздан, тілімізден болған күнәларымыздан кешірсін. Жақсы, салихалы, дана, дара, ақылгөй демей-ақ қояйын енді. Өз өзімізді жақсы бақылап жүретін, дұрыс сөйлейтін, аузымыздан, тілімізден, жүрегімізден шығатын сөзіміз өзгелерге сабақ болсын. Әрқашан нұрланып жүріңіздер. Жалпы айтпақшы, нұрланып деген кезде есіме түсті ғой. Өсек айта берген кезде адамның түрінің өзі жаман болып кетеді дейді. Ал оның бәрін тек қана адамның жақсылығын айтқанда, жақсылықты ойлаған кезде адамның түрі, көзі, бет-әлпеті нұрланып кетеді дейді. Сондықтан нұрланып жүріңіздер. Жүзі жылыдан түңілме деп қазақ не үшін айтты? Ол, значит, жүзі жылы болса, ол жақсы адам деген сөз. Жақсы адам дегеніміз не? Ол өзгенің қателіктерін термейтін, өзгенің жаманын, өзгенің жыртығын өзіне жапсырмайтын, білмей жатқан жері болса сұрайтын, білетіні болса өзіне ой түйетін сондай адам екен. Сондықтан біліп жүріңіздер, керектеріңізге жарасын. Білген болсаңыздар, тағы да ойларыңызда сақталсын. Сіздермен болғанмен керектеріңізге жарасын. Алла жақсы күндерде жүздесуді жазсын. Бай қуатты, берекелі болыңыздар.